құрметті қонақтар мен әділ қазы-мүшелер. Бүгін біз 6-шы Ә мен 6-шы А сынып оқушыларымен бірігіп қазақ халқының салт-дәстүрінің бірі қырқынан шығару рәсімін көрсетеміз. Келінжан, қайдасың? Келе ғой бұтамау. Бүгін біздің кішкентай сәбиіміз 40 күнге толып қалыпты. Қазақ халқында 40 күн толған сәбиді 40 күн жейшен ол онды-сонды білмей, 40 күн ішінде көш-ер жинап, жан-жағына қарап, онды-сонды айра біле бастайды. Анасы мен әкесін, атасын тани бастаған кезді. Сол себеп сол кезден бастап қыз, бала мен қыз 40 күнге толған кезде қырқынан шығарамыз. Келінжан, бүгін біздің қызымыз Сабина неше күнге толып жатыр? Қазақ халқында қыз баланы 40 күннен асырып өткізеді екен. Себебі қыз бала 40 күннен асырып берген кезде келешекте ол бай болады. Тұрмысқа шығар кезде қалымалы көп беріледі екен. Барған жерде судай сынып, тастай батады екен. Бақытты болу деген жорамалмен қызды 40 күннен асырып 40-нан шығарады екен. Сондықтан келінжан, көрші апай, алтын апайды және көрші келіншектерді шақыра ғой, бүгін баламызды 40-на сәбиді 40-нан шығарайық. Сәлематсыздар мен, өтіңіздер, көріңіз. Ой, құдағиым. Сәлеметсіздер, құдаша, отырыңыз. Рахмет, сыйсипаттарыңызға. Рахмет. Ой, көріп келіп, құдағиым, көршім. Құтты болсын баламыз. 40-нан шығып жатқаным. Сәлематсыздар. Алыстан келген бай қызымыз отыра ғой. Ал келінжан, бүгін сәбиіміз 40 күнге толып жатыр екен. Осы 40 күннан шығару рәсімін шығарайық. Келінжан, суы дайын ба? Жылы суы. Қайда жылы су? Әкелші. Легені қайда? Қоя ғой. Суын жылы, я? Жылы суын. Водичка теплая. Сегодня 40 дней будем делать ребенку. До 40 дней ребенок начинает маму, папу понимать и набирает сил. И купает ребенка 40 ложкой водой, поговаривая пожелания. До 40 дней ребенка не убирает волосы, ногти. Только как наполняется 40 дней, начинает ему убирать ногти первые и волосики. Баламыз, сәбиіміз, Сабинаны шешіндірейік, 40-нан өткізейік. Кәнеке, кім бастайды? Мен бұлай ұстап тұрайын. Ал сіздер су қойып, күмістеріңді әкеле ойындар. Байлықтарыңды сала ойындар. Бұл себепті күміс не үшін салынады екен? Күміс көп ауруларға ем дейді. Көп ауруларға ем екен. Серебро ложит до того, чтобы ребенка лечило серебро. В казахском народе серебро лечило людей. Кілт не үшін салдыңыз, бай қызым-ау? Кілт баланың болашақ жолында әр жолы ашық болу үшін салдым. Ал жақсы жарайды, бары келді. Ал бастайық 40-нан 40 қасық су құйып, баланы шомылдырайықшы. Айтау қатты. Басынан баста, басынан бәле жала аулақ болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Көзінен баста, көзінен құй. Көзі ешқашанда жамандық көрмесін. Көзі ашық болсын. Ал пісірлер, қызымыз мейірімді Жылама, балам. инабатты болсын. Жылама, қызым. Жақсы мейірімді. Ой, суы таза екен, суы жақсы көреді екен баламыз. Қысты дұлы аруағы қолдасын. Аруағы әрқашанда қасында болсын. Оттан да, оқтан да сізшін. Тек қана батыр қыз болсын. Досы көп, дұшпаның аз болсын. Тек қана жақсылық істерінен көрінсін. Достары көп болсын, дұшпаны аз болсын. Пусть будет много друзей.
пусть будет мало врагов у нее. Такими пожеланиями умывает ребенка. мейірімді рақымды бол, Добрая, чтобы была справедливая, оқымысты білімді бол, образованная, чтобы все знающая была. әр іс-әрекеті жемісті болсын, миллет мақтаншақ болмасын. Каждое действие было, чтобы с победой, чтобы не говорила я, и я никогда не говорила, хвасталась собой. Жастық шағын жарқын болсын. Молодость, чтобы у нее была прекрасная, ясная, веселая. Елдің еңбегін елеп, өзгені өзіңдей санасын. Чтобы она была на равных правах со всеми. Жақсылықтың басшысы болсын. Пусть будет главой хорошего начинания. Құдай көсегенді көгертіп, армандарын орындалсын. Чтоб мечты у него сбывались. 40 ложках поливают ребенка, первый раз купают и начинают. Тырнағын кім алады екен? Тырнағын қайшы қайда екен? Қайшы мынау сауытқа тырнағын саламыз. Жақсы ма? Мен шебермін, тырнағын мен аламын. Мен секілді қолдары алтын болсын. Қолынан келмейтіні жоқ болсын. Эта женщина показывает, говорит, что она мастерица всему, чтобы она была такой, как она мастерица, чтобы руки были золотыми. Ал басына бақыт құсы қонсын. Волосы убирают, чтобы счастье у нее прилетело, чтобы счастливым была. И оберег ставят, защиту ставят, чтобы злые духи